Бейімбет Майлин аса көрнекті суреткер, жазушы, ақын, драматург. Туып өскен жері қазіргі Қостанай облысының Бейімбет Майлин ауданы. Әкеден ерте жетім қалған бала жаушылықта жүріп, ауыл молдасынан сауат ашып хат таниды. Кейін көрші ауылдағы медреседе 2 жыл оқиды. 1913-14 жылдары Троицкідегі Уазифа мектебінде, оның бітіргеннен кейін Уфа қаласындағы Ғалия медресесінде оқиды. Медресе қабырғасында талапты жастармен бірге Садақ қолжазба журналын шығарысады. Алғашқы тырнақалды туындысы Шұғаның белгісіз әңгімесі осы журналда жарияланады. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі кезінде Бейімбет халық жағында болып өлеңдер жазады. Қазақ әдебиетінің тарихында өшпес із қалдырды. Оның поэмалары өзіндік тіл стилімен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілеріне айналды. Әсіресе қазақ прозасында әңгіме жанры Бейімбет шығармалары арқылы кемелдене түсті. 1925-1934 жылға дейін баспасөзде және баспа орындарында әртүрлі қызметтер атқарады. 1934-1937 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің редакторы болып істейді. 1938 жылы жазықсыз тұтқындалып, Қызыл қырғын саяси репрессиясының құрбаны болды.